Суретші, безендіруші мамандығы бөлімнің негізін қалаушы және алғашқы оқытушысы КСРО Суретшілер одағының мүшесі Ақрап Құдайбергенов Жұбанов болды. Суретші, безендіруші мамандығының алғашқы түлектері 1966 жылы бітіріп шықты. Алғашқы кезеңде жаңа кең профильді суретші, безендіруші мамандығы бөлімінде композиция пәні мен тар кәсіби мамандықтарын Поляков және бөлімнің негізін қалаушы Ақрап Құдайбергенов Жұбанов дәріс берді. Жұбанов өнерлі жастар тәрбиесіне деген көзқарасы озық, мәдениеті жоғары, талғамды, дарынды, белсенді суретшілерді Мәскеу және Ленинград институттарының түлектерін ұстаздық мамандығына шақыру арқылы ерекшеленді. Сол жылдары бөлімде қоғамдық ғимараттарды безендіру мамандығы қарқынды дамыды.